Не істеп жүрсің сен, Аслан? Не болып қалды? Айттым ғой, бұлардың темаларына араласпай қой деп. Кірмей қойын керек еді. Енді өз басына өзің проблема тауып алдың. Саят, мен чужой да, изгой да, терпила да болғым келмейді. Мен жай ғана сабағымды оқып, мектепті тыныш бітіргім келеді. Сол үшін ғана кірдім. Системада болсаң бәрі тыныш болды деп кім айтты саған? Сәлеметсіздер ме, балалар? Қоңырау соғылды, отыра беріңдер. Басқалар қайда? Асханаға кеткен, қазір келетін шығар. Жақсы. Қазір бастаймыз сабақта. Келсін. Сәуле? Сәуле деймін. Не істеп жатсың? Қайда жиналдың? Неге тоқтатып жатсың мені? Жаңа ғана қуып жатыр едің ғой. Я білмей қалдым. Адамды сонша сөгіп. Бармайсың ешқайда. Біліктілігі төмен. Жұмысқа жарамсыз адамды қайтейін деп едің, айтшы. Тұр бұлай. Сәуле. Жіберші. Сабыр етші. Тыңдап алшы адамды. Ана жерде жағдайдың қалай ушығып кеткенін өзімді аңғармай қалдым. Әлгі науқас біздің инвестордың ең жақын досы. Өзі жүрген бір бәлеқор адам. Қалай еді әлгі? Вербальный садист, о. Өз адамды кемсітпесе, балағаттамаса тыныш жүре алмайды. Енді жағдай ушығып кетпесін деп солай істеуге мәжбүр болдым. Көрдің ғой жаңа. Саған айғайлап беріп қалай рахаттанған. Сонда мен жұмыстан шыққан жоқпын ба? Жоқ әрине. Анау қайтып келмей ма? Ол дәл қазір сені көргенін ұмытып та қалды. Оның көзінше жұмыстан шығарған сен 4-ші адамсың. Жүр ғой аны бәрі. Ешкім ешқайда кеткен жоқ, жұмыс істеп жүр. Болды. Сабыр ет. Осындай екенсің ғой, президент мырза. Ана сабақ қашан бітеді? Қарным ашып бітті ғой. Соңғы сабақ қалды ғой. Сонымен бітеді. Тезірек бітсе болады, үйге барып тамақ ішеді. Тамақтамасына бірдеңе ойлайсың ба сен? Асман братан, сен бола ма? Қанша мұнда? 15 мың. О, табалады екенсіңдер ғой? Енді қайталанбасын. Боссың. Сен немен аңдып жүрсің ба? Сен шығарып салайын дегем. Керек емес. Мен өзім барам.
Шарп салмай қой дедім ғой саған. Кім айтты сенің артыңнан бара жатыр деп? Мен үйіме бара жатырмын. Үйің қай жақта? Ана жақта. Қайда асықтың? Үйге. Неге бармаймын, мен кеш батты ғой кішкене. Ойламайсың еді. Саған. Рахмет. Рахмет. Алғашқы жұмыс күніңді ешқашан ұмытпайтын шығарсың. Иә. Қолым дүрілдеп, не істегенімді білмей қалдым ғой. Әлі дүрілдеп тұр қолым. Ештеңе етпейді. Бәрі жақсы. Алғашқы күнің ғой, үйреніп кетесің. Ал, екінші рет жұмысқа қабылдануыңмен. Сол... Міне, мынау менің үйім. Сенікі қайсы? Маған енді атқа қайту керек. Ал саған көшу керек. Әйтпесе аяқтан аяқ қалмайтын түрі бар. Жарайды, онда мен үйге кірейін. Қайда жүрсің? Қайда жүргенде не шаруаң бар? Жарайды, Асан, сау бол. Кір. Мен сенімен ертең сөйлесем. Сендер әлі кетпегенсіңдер ме? Бір емес, екі емес. Қанша күн болды мына жерді жын ойнаққа айналдырдыңдар ғой. Ерғали, құртын алардың көздерін. Бұл алқаштардың үйі бар ма, жоқ па өзі? Сен мен достарым туралы олай айтпа. Түсіндің ме? Шырағым, мына жатақхананы бастарыңа көтеріп улап шулайсыңдар. Не күндіз, не түнде тыныштық жоқ. Сендер білесіңдер ме, кім екендеріңді? Құзғынсыңдар. Барып тұрған құзғын. Мен қазір полиция шақырам. Түсіндің бе? Шақырсаң, шақырша полицияны. Керек десең өзіме шақырып берем қазір. Мына жерге тығылып алып, атауларыңды ішкенше, жұмыс істеп, бала-шағаларыңды асырамайсыңдар ма? Оңбағандар. Мына қатын тілі ащы ғой. Қатын деген орнын білу керек қой. Бізді шаруаң не? Кетеміз қазір. Қалай сөйтіп тұрсың сен? Бас сен. Тарт қолыңды. Енді қалмаған. Боқ мұрнына сөз естейік. Қайтесің? Күші. Давай. Салмай. Қалыңғылай. Сәлем. Мәриям, Ау, мына есепті тексеріп бере салшы, дұрыс па екен? өте дұрыс. Бұл жолы магнийдің көлемін тура келтіріпсің.
мына түрлерінен сахарный диабет боласыңдар ғой. Аслан. Жүрші сөйлесіп қойдық. Аслан, Мәриям менің жалғыз қарындасым. Мен ол үшін бәріне баруға дайым. Бәріне. Ал ренжітсең, болды. Туалетте қол алыспайды. Шақырдыңыз ғой? Кел отыр. Мұнаға не дейсің? Бәрі анық көрініп тұр ғой, не деймін? Не үшін ұрдың? Өзі кінәлі ғой. Онда өзін сұрайық. Видеода сен ұрған азамат па? Жоқ. Ұрған жоқ ол, мен біз жай төбелесіп қалдық. Сен менің ойнап тұрсың ба қазір? Ойнап тұрған жоқ. Онда айт шындығыңды. Шынымды айтып тұрмын, біз жай төбелесіп қалдық, болды. Сен маған арыз жазасың ба? Жазбаймын. Болды ғой, онда мен кете берейін. Бар. Сен шыға тұршы, ағайыңмен сөйлесуім керек. Есік жаба сал. Нұреке, өткенде ғана келіскен сияқты едік қой, неге қайттан бастап жатсыз? Балалар ғой олар. Бүгін төбелеседі, ертең табысады. Сіз мені түсініңіз. Мен өз жұмысымды істеп жатырмын. Бұның арты жақсылықпен аяқталмайды. Ой, құр төбелес қой, адам өлген жоқ. Сонда сіздің ойыңызша, мына мектепте заң жұмыс істеу үшін адам өлу керек па не? Олай деп тұрған жоқпын. Мектептің абыройы үшін майда шүйде нәрселерге көз жұма қарауға болады ғой. Бала емес пе? Міне, көрдіңіз ба? Мәселенің барлығы бала емес пе, бала ғой дегеннен басталады. Қаншама бала қазір түрмеде отыр. Оның бәрі не үшін отыр деп ойлайсыз? Осылай бала ғой деп көз жұма салған салдарынан. Нұреке, мен бәрін түсінемін. Тәрбиелеңіз, ата-анасын шақырыңыз, профилактикалық шара жүргізіңіз. Бірақ бірден учетқа тіркеп шу шығарудың қажеті жоқ шығар. Біздің мектептің осыншама баласы учетта тұр деген статистика кімге керек? Ана жер жуып қойдым ғой мен. Мына жермен жүрмейсіңдер ме? Не болды тәте сонша айғайлап? Тағы да жуасал ештеңе етпейді. Кішкене болса да адамның еңбегін бағалау керек қой. Мен сенің анаңдай адаммын ғой. Мен мамам сен сияқты болжымайды. Не деп тұрсың сені? Бөшке, сен немен етет тұрсың ғой? Таңат қой. Тәте, кетіп қалшы. Бөшке, не ұстасақ село деген білмейсіңдер ма не? Шешеңмен жасты адамға қалай сөйлеп тұрсың сен, Жауап аузың, Қазір барасың да, бетің жуып тәтеден кешірім сұрайсың, түсіндің ба? Брат, неңіз? Түсіндің ба деймін мен саған? Бұл кет бар онда, түсінсең. Бары, неғып топырлап жүрсің? Братан, кезеш просто мамам еді. Нормально, білем, бара бер. Рахмет. Нормально. Сәлем. Сәлем, Дәурен. О, гүлің әдемі ғой. Иә. Бірақ кімнен екен аты жазылмапты. Кірсем үстелдің үстінде тұр.
Сен ба? Не үшін? Жай, сенің көңіл күйіңді көтеру үшін. Оның үстіне кеше артық сөйлеп сені ренжітіп алдым. Керек емес еді ғой, Дәурен. Мен өзімнің қайсы сезінем. Ештеңе етпейді. Жарайды, күнің сәтті өтсін. Рахмет. Әдемі? Иә. Қалай досым, аузыңнан сөз шығып қалды ғой бүгін. Не болып қалды? Үйде бір жағдай болған, сол ғой. Не жағдай? Біздің жатақхананы білесің ғой. Сол жақта 4 алқаш тұрады. Сол 4 алқаш кухняда түнімен арақ ішіп, біреудің тамағын жеп, адамдарға ет бермейді. Солармен сөзге қалдым. Мамамның өзінше мені итеріп құлатып, қазандағы барлық тамақты төгіп кетті. Мамамнан қатты ұялдым. Соны ойлап, түнімен ұйықтай алмадым. Мені полиция шақырмайсыңдар ма? Полиция түк көмектеспейді. 3 күн ұстайды да қайттан жібере салады. Үнемі солай. Күнде отыра ма? Күнде отырады. Қалалық олимпиаданың датасы белгілі болды. Бізде 1 айдан астам уақыт бар екен. Аслан, Мариям, жақсылап дайындалыңдар. Бұған дейін біздің мектепте қалалық олимпиададан жеңімпаз атанған оқушы жоқ. Бірақ биыл басқаша болады деген үміттемін. Өз басым екеуіңе сенім артып отырмын. Мына есептер олимпиадада кездесіп қалуы мүмкін. Сендер шығара беріңдер, мен қазір келем. Сонымен, Мақасаға не деді? Ештеңе? Ой, қойш, мен Мақаны білемін ғой. Әлде төбелесіп қалдыңдар ма? Жоға. Керісінше ағаң сені қатты жақсы көреді екен. Аслан, шыныңды айтшы. Шын айтам. Дайындалайық. Дәурен мырза, не істеп жатырсыз, өзім төлеймін ғой? Ас болсын. Рахмет. Клиниканың бас дәрігерінің өзі счетыңыз төлеп берсе күшті емес пе? Бұл жол не үшін шақырдыңыз? Қазір көресің. Кіріңіз. Келіңіз. Айта беріңіз. Не білдірді? Сіздің балаңыз төменгі сыныптардың балаларын ұрады екен. Осы мәселе бойынша шақырдым. Иттің баласы. Сен не? Мен сен біреудің балаларын ұру үшін жібердің бе? Иттің баласы! Қойыңыз болды. Кешке үйге келесің. Сабыр етіңіз, ашуыңызды басыңыз болды. Қойыңыз дейм аға болды. Азамат бара бер болды. Аға, сіз не істеп тұрсыз мұнда? Мен сізді мына жерге балаңызды ұрсын деп шақырдым ба? Керісінше балаңызбен профилактикалық жұмыс жүргізіп, кіші буынға күш көрсету дұрыс емес екен жеткізсін дедім. Сіз не істеп тұрсыз мұнда? Кешірсін ама. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Үйге барған соң сөйлесем. Міндетті түрде. Ренжімеңіз. Мен бүгін инспекторда болдым. Екеуміз кино көрдік. Басты рөлде мен, Азамат Айбергенов. Құттықтасаңдар болады. Құттықтаңдар деймін, давай. Все. Ал қосалқы рөлдегі актер 10 бұдағы Шерхан. Базар жоқ. Чорттың рөлін жақсы ойнады. Енді ол киноның операторын анықтау керек қой, дұрыс па?
Енді соны бүгін бәріміз бірге іздейміз. Сосын мен түскен киноны сендер де көріңдер. Планшет берші. Қараңдар. Мен бұл видеоны кім түсірген білем. Ол сендердің араларыңда. Айтпашы. Мына планшет кімдікі деп ойлайсыңдар? Ол сендердің сүйікті инспекторларың Нұрболдікі. Бұл видеоны мен кім жіберген білем. Давай бірге анықтап көрейік. Бірақ қайтеміз оны анықтап, іздеп. Одан да өзінен сұрайық. Мынау кімдікі? Айтпай қойыңдар. Өзім табам. Базар жоқ. Базар жоқ, жігіттер. Мен именно сол деп ойламадым ше. Мен сендім ғой оған, ойлашы. Сеніп жүрмін ғой мен оған. Базар жоқ, жігіттер. Сен емес. И сен де емес. Или сен ба? Братан, қойшы болды. Не? Не болды? Мен. Даусың шығарып айтшы. Қаттырақ. Дұрыс. Үздік тоқылдақ Маха. Сен мен қасымда жүрген баласың ғой, не сатып кетейін дедің бе не? Мен шаршап кеттім. Братан, мен шаршадым. Неден? Таяқ жеуден, саржақтардың алдында сөз естіп үнемі көгеріп жүруден шаршадым. Шиголдарды ұрудан шаршадым. Олар тұрмасам, сен мен ұрасың. Мен мына системаны жек көрем. Егер сен ана ментқа ұстап берсем, мынаның бәрі тоқтайды деп ойладым. Тоқтайды деп ойладым ба? Тоқтайды деп ойлапты. Тоқтады ма не? Онда сен қал осы жерде. Қалғандарың қашып кетіңдерші бар. Бош! Бош тез! Жүр. Чота мен тоқылды. Ударымды түс көресің бе мені?
күнде таяқ жеу, күнде қорлық. Неге біз бұл мектепте шындықты айтуға қорқамыз? Келесі серияларда ТВ+, Қазақ Телекомнан көріңіздер. Сілтеме төменде. Бүгіннен бастап Айдын сендердің класстарыңа жауап береді. Ешкім қарсы емес қой. Айдын смотрящий болмай жатып уже беспределді бастап кетті. Видеоны көрдіңіз ал, не істедіңіз? Просто ойлайсыз, мына мектепте не үшін жүрсіз? Жалпы система деген не екенін білесің ба? Смотрящийдің образына тезгер болыпсыз. Маха. Болуы керек ол система. Әйтпесе тәртіп болмайды. Сізге қылмыс статистикасы төмен болғаны қажет, ал бізге мектептің рейтингінің жоғары болғаны керек. Рейтинг бала табынан жоғары ма біздің мектепте?